Майк и Молли сериалындағы рөлімен халыққа кең танылған Мелисса Маккартидің толық әйел екені баршаға аян. Комедиялық рөлдерге режиссерлерден жиі шақырту алатын Маккартидің ерекшелігі тек таланты ғана емес, осы толықтығында болса керек. Алайда соңғы кезде актриса айтарлықтай салмақ тастай бастады. Өзінің айтуынша, актриса 20 келі артық салмақтан айырылыпты. «Мальчишник в Вегасе» фильмдегі актер Зак Галифианакис әзілқой мінезімен, толық денелі, қозы қарнымен көрерменнің күлкісін шақыртатын елге сүйікті актер. Жуырда Зак өз көрерменін мүлде өзгерген келбетімен сымдай тартылған сымбатымен таң тамаша етті. Актер диетологпен жұмыс істеп 25 келі артық салмақтан айырылған екен. Британдық әнші Адельді көрермендер бұрыннан толық қыз ретінде танитын. Бойы 174 см, әншінің салмағы кезінде 106 келіге дейін жеткен. Ал Адельдің қазіргі сымбаты көз сүйіндіреді. Әнші бүгінде тәтті тағамдардан бас тартып, фитнес жаттығулар арқылы салмағын 75 келіге дейін түсірген. Ресейлік атақты әнші Полина Гагарина артық салмағынан айтарлықтай айырылып, жұртшылықты таңғалдырды. «Фабрика звезд» жобасына қатысқан кезде Полина ет жеңді қыз болатын. Кейінірек тұрмысқа шығып балалы болған соң әнші тағы да 30 келі салмақ қосқан. Полина дұрыс тамақтанудың және көп қимылдың арқасында 40 келіге дейін салмақ тастаған. Қазір оның салмағы 47 келі. Америкалық актер-сценарист Джона Хилл ең үздік актер аталымы бойынша Оскар сыйлығына бір емес бірнеше рет ұсынылған. 34 жасар актердің өте толықтығына көрерменнің көзі үйренген болатын. Алайда сүйікті қызы үшін арықтауға бел буған Хиллдің қазіргі кейпі мүлдем басқа. Ол 50 келі артық салмақтан арылып, адам танымастай өзгеріп кетті.